Бәріңе сәлем. Хилы күндер сериалында Махирдің рөлін сомдаған Кенан Имирзалык-оғлы туралы қызықты деректерді айтатын боламыз, сондықтан арнамызға тіркеліп, біліп басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Кенан Имирзалык-оғлы 1974 жылы 18 маусымда Түркияның Анкара қаласына қарасты Ученбал ауылында өмірге келген. Қарапайым фермерлер отбасында тәрбиеленген ол көркем келбетімен көптің көзайымы болған. 12 жасында Анкараға аттанып оқуын жалғастырады. Стамбулда орналасқан Жұлдыз техникалық университетінен математика саласы бойынша бакалавр дәрежесін алып шығады. 1995 жылдан бастап сән салонында модель болып жұмыс істейді. 1997 жылы Түркияның үздік моделі байқауына қатысып финалға шығады. Осы жыл әлемнің ең үздік моделі байқауында жеңіс тұғырынан көрінеді. Сән саласында жүрген жас модельді Осман Синаб есімді режиссер байқап, жаңа сериалдың басты рөлінде ойнауға шақырады. Бұл қалың қазақ сүйіп көрген асау жүрек телехикаясы болатын. Осылайша Кенан бүкіл әлемге әділдікті жақтаушы, қылмыскерлерді жазалаушы болып танылды. 4 маусым 117 бөлімнен тұратын асау жүрек сериалы 1998-2002 жылдар арасында көрсетілді. Кейін ғұмыр, соққы, ащы өмір, соңғы Османлы, құрмет, Айдаһар тұзағы, Әзел, ұзақ хикая, Қырадайы, аңыздың оралуы, әлемді жаулаған Мехмет сынды фильм сериалдарда бой көрсетеді. Қазақстанда Кенан басты рөлді сомдаған асау жүректен кейін Әзел, Қарадайы, Хилы күндер сериалдары көрсетілді. Криминал, драма жанрларының қас таланты Кенан Имирзалык-оғлы көптеген жүлде алған. Жеке өміріне тоқталатын болсақ, әдемі актердің жүрегін атақты түрік актрисасы және моделі Синам Кобла жаулаған. Үйлену тойы 2016 жылы өтті. Содан бері олар бірге бақытты өмір сүріп жатыр. Достар, Кенан ойнаған қай сериалды сүйіп көрдіңіз? Оның қай образы ұнайды? Пікір алаңына жаза кетіңіз. Видео ұнаса лүпіл басуды, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.